Üçüncü бажалық. Қарабаш айлынан жанып келерді, қойлы оттың жанында ажанып отырды. Түжіне бозылар қабырған қойлы бошла арып қалған. Енді ұйқызырап, кіріп келген Қарабашты да адарбады. Енезе чоқы суылы көш тұрғызып, фермада жаш бозыларын өсті барып көрерге меңдеп айтты. Бұ су деліза бұтыңды жібідіп ал қойлы. Ұйықтап қалдың. Оның көніктерін алала, қараңой кире бергенне арбанып дөмен жүре берді. Қарабашла қойлы ажанғылап алала, қонорғы тураның үстіне шығып алдылар. Еңір түрген қойылып, теңерде жылдыстар өчімік сұрқыража берділер. Олардың туразынан ұрақ жоқ қойу чағал қайыңдарға бүркедіп салған, қырланың чике үстінде еңір жылдыз тыйын жарқындалып мүлтірей берді. Сұның ол жанында шық тұрған арқаның түбінде қандай да құш кежечілеп уыр үнденіп иді. Түжіне ұйықтағаннан аштап қалған соғытшы көйі едіп, демзеніп барарға балдарын жайнулық чырып, местен меске ұчып, бедреніп баштады. Теңеріне тал қабырты кезе соқын жылдыстың сөрекке жарқынды жолы күстің жетіп келген керелеп тұрды. Қарабаш ұрақ жылдыстарды ачықтап, ұйықтап болбай жатты. Қойлы жолы қой терези тонлы бүркені бейелі ұйықтай берді. Оның Қарабаштың түйділдегеннің ойғанып келелі, төменге айылдарда чөйі қожыңдожып жатқан ұлыстың қожыңын тыңдап, Қарабаштан сұрады. Ақы, сен не ұйықтабай жадың? Сеге соқ по? Жоқ, соқ емес, деп Қарабаш ұншықты. Оның база бір емеш ұншықпай жадала, ұчында арай, жабы сүйнілі әрмектенді. Қойлы, білерің бе? Менің қайдын ырақ жүре берер күн бар. Қойлы чочыған бойынша жастықтан бажын көдіріп келді. Қайдын барарға тұрған ақы? Ырақ, деп Қарабаш бойының саназын шығарақ құшындап жатты. Кемді көрбөгін, кемді болбоғын жер жар. Оның баралы не дерің? Ненелі? Ақолхозға үштебе ғана жадарың. Қойлы бажын жастықтың алдынан шығарып, теңерде жылыстарды баса ачықтап, ұншықпай барды. Оның Қарабаштан сұрады. Ақы, төмен бабадай емеген теңері açılған көрген дешкен. Ол чын ба? Бабадай көрген білбезмін. Жет теңеріні чүплачын açылып тұраттан дежет. Деп дүпсінелі қойлы ұншықпай барды. Қарабаш қойлығы бойының саналары керегінде ұзақ ұчындады. Ұчында арыйла ұйқызырап тымый берді. Кенетейін қойлы бажын өрі көдіріп келел айтты. Ақы, әртен Степканы соғық бо? Қарабаш ұншықпады. Қойлы Степка керегінде бойының сағаназын оның ары айтты. Гороской неме болып, тең өткіре жетіп жат. Жаназының отыны да жарып болбай тұрғанда, оның ненінгі жүзі болуттын. Пу! Оны ұйықтай берді. Алтыла тырлу мүлті туда, аңдапла барған сыңадан, баюла баю баланды да, бай баланды. Эртен дора енези төміртінің төрттөнгө шыдар уқту жоғын қочалар айдап келді. Қочалады чүйденің жанына тоқынадып салала, бойы құса қазарға айылға кірді. Қарабашла қойлы қочаладың күчілдеде сүзішкенінің ойғанып келгендер. Емдегелі ұйықтап жатқандарын енези білбезін деп, тураның екі толығынан жарышқанша терге түжіп келділер. Тек қойлының тереш таны толықта тон илерге қадап салған жон қадуға иліне берерді. Ол айрыларға албаданды. Тек қаду оны божытпады. Бұл өйді айылдың ежігінің енези көнікті шықты. Енези оны көріп егенін білелі, қойлы өні түйін қалақтай берді. Жоқ, ұдаймай, бұл қалчыштың көжөзін илетін қадузы қайранштанымды жара соғып бат. Қайранштаным. Енем менен киізін деп, жерен бозының терезінен көктөп берген қайранштаным. Қойлы штанын
қалчыштың толығында қадуға тиртіп дағаларда, денезе оның қалағын ухан бойынша адылбады. Ол тяйынтыны чеден ажыра төгіп елі, жаңысла мұнайды айтты. Будибайдың кіскезі чіліп, толық сайын неғырлап тұрың, арық шайттан. Ол қочаларды барып одырға айдағар. Күскіде қойыларға ағыдатан оқту қочаларды жылықтар болзоғыр, жалына бажығардың түгі де кетпес. Қарабашла қойланы жоғын теріқ мүсті қазір қочалар кереке одыбады. Ажықтап көргілейлі күн күчтоқ бұрылып, суны кече берділер. Қойлы қайқаған бойынша сығырып ейді. «О, бұл қочаларла болтыр база!» Олар ончоза емді қочалар деп Қарабаш айтты. Ажаны палала оларды жалаңда үйредеріз. Келіп үзі құсақ ич палала, ол қочаларды жажаң жерге апарар хулигандар деп енезі айылдың ежігінің бажын шығарала, оларға қайғырды. Жүзерде жүндар ба, жоқ ба? Қапшай, мұнда сәрлі соғдожотын өй жоқ. Уылчақтар түстерін ағын суға чала бұла жүнғыла палала, айлы жар ажанарға жүгірділер. Бұл мұнда чайға қадатын сүтін қаймағын кемер қаймап салған деп енезі тез чөйгінгі чайдың тозын сол бұрып айтты. Жоқ, бұл балардың ғылығын ұлыстар. Бұлар жаназа жүйілік немелер болыр. Қойлы қарузын жандырардың ортына оғызына картошқо тұқтап елі Қарабаш жар қылчайтып көрді. Өскі кешге қылчаңдаба, арық шайттан. Сүтін қаймағын сенің өскі шүйір кеші жоқ, деп енезон шықты. Кежімеш чіліп, табыланбай қапшай ажанар. Ол қочалар жүре бербезін. Күн изгелекте емеш отодыпалар. Меге бозладың абырадын алар керек, сәлі соғдожор күнім жоқ. Тере штандары қалырап, Қарабашла қойлы өрі тұрдылар. Олчақтарын атқарып елі, енezi чапчаға сүй тұрып, көніктерін тұдынғанша ечи шықты. Қарабашла қойлы қочаларды өрөгі арқанда жажаң жар, чабалардың ары жаны жар айдай берді. Боротың енezi чалғызын жүктеніп алған өткілде тұштады. Қарабаштың енезін көрген бойынша соғдыны емеген айтты. Бұл мұнар өрі арқада бергічінің чабатан жерін бар еді. Мал депсеп қойды тағайтты бұл ғой. Оны көрерге бұрадым. Чапқан жерер көп бе? Деп Қарабаштың енези бойының ойына арбынды өлің етпегеніне қаран açынып сұрады. Көп те емес, деп онызы қарызын айтты. Ақыр, сен ол ұлдарыңды жақып сал, кешінің покосын тепсетпесін. Содона емеген қаңызазын тура түштені пиелі өрі басты. Қарабаштың енези. Бұ емен өліңді қажы тұжынан чап тұрған болатын, деп алаңзып, төмен барарға меңдебей, оның кейінен біремеш өйге айтықтап тұрды. Содона емеген чабаларға керелі, бір қанша үйдің башында қалықтағанша ғайра жүгірді. Қарабаштың енези чоғчыған бойынша тоқтай düştü. Содона емеген солықтағанша өтті детті. Құдай дезің баса қошоңчы. Бұ мұнар өрі арқада саң башқаны мөдірі. Жүрегім жолда түш қалды ошқош. Бұ жан кіжі ғанай дұрар. Бұмды нені көріп дейдір. Содона емен чалғызын жерге чачып отыра түшті. Чабаларға керіпле кілеткен ошқош едім. Оның бұлты кескен тұрғақты түттің дөңөжінің ары жанынан құлчаға меніп алған кежі маңтада берді. Өттілі жалаңаш кежі, суының қырлаңын ажыра чаба берді. Бұ айы ескере берген еді, көзінің көзіне көкке түшті көрмес қанай көріне болды. Жүгіріп жатқанымды не едір? Содона емен терін типкезінің едегілі арыланып, тыныжын алынып болбай отырды. Жан кежінің мұндай сөстерін оғала, қожаңчы да чөчі берді. Бұ нені көрген кежі болаттын? Жажы жанаған сайын аймап бір атқан кежі болбай. Алаңзып, маңызарып туралы учында айтты. Оны жақшыға көрініп тұрған деп тұрғанар ба? Жоқ, анда жақшыла жоқ, бороттың енezi. Шақла бұ өйді Қарабаш жаңы алған қочаларды өредіп, телбер төкті қара қочаны меніп алған дожы болған. Штанын кертбасқа соғырала, қайының будағына еліп салған. Қара қоча озақ туйлап туралы терге жана берген. Қарабаш оның мүйістерінің салбай, ұзақла тартышқан. Те учында қара қоча мекеленіп, бір емеш ядала, оның тура жүгірген бойынша оқ чырбаларды жыға табарып,
Hem соның қырланың ажыра маңтада берген. Жалаңдардың үстілі айы бажы жоқ қорқыған қойлының қалақ сығыды торғылып тұрған. Ой, құдай, қайран ақымды қара құтша алып түре берді. Болырсар! Қара құтша қайра маңтап келерді, Қарабаш жоқ болған. Қойлы ебері қырларды торғылтай қиғырғанша, Қарабаштың кейінің ары оны бедіріп бұратқан. Қарабаштың бұтары тарбайып қалған қажаттың алдында жатты. Қойлы оны көрген бойынша, оның тыйын қалақтай берді. Ақым өл қалған тұры не? Қарабаш балқашқа өмалып қалған жүзін өрі көдірелі, қойлыны тоқынудып айтты. Деп олар көп аттырба, қалапчы өбін бұқадаң да жығылала илабағын. Негеден ұраланып тұрын. Қара құтша қайдар бады. Қайран ақым, қара құтшаға мінбе. Деп қойлы үйін тоқтатып болбай, қажаттың алдында отырды. Бұл айды қажаттың бажынан Чохол Байсқаның бұлтайтып қалған борбоқ чырайы көрініп келді. Олардың айылындағы ұлыс бүгін етті көчі ешкен болбай қайтсын. Байсқаның ердінде жапшынып қалған көчінің саалары жүрді. Чохол Байсқан қажаттан дүжіп келелі, дөң жүрексереп байтты. Төмен қырайдың ұлдары біздің өрі қырлайдың суызынан балық тұдарға келген. Қарабаш тұрғызала жүрексереп шықты. Кемдер келді? Пандюш база бір қандайда неме? Пандюштың қычузын береріз, Қарабаш айтты. Төмен қырайдың балығы детпей тұрған чылап, ол бері чоқтыққа келген бе? Қарабаш Байсқаның қойлы қолдың таштар теріп алала, балықтап келген Пандюшты сөрерге барғылады. Қойлы жаңыл айылағанын ұндып, емді жан таштар тұтынып алған ерізіп келетті. Ол кедемештің ұлын жақшы үредер керек. Бөкін талдың алдыла ағып жатқан суда жатқан жан жалбақ ташты, Пандюшты тайыңчы қоролып жатқан олар жараттаңлы көріп ейтілер. Қойлы жанла деген ташты оң қолын алала, Пандюшты тайыңчыға қайғырды. Өрі қырайдың сөзіне кедемеш балық үрендеген беді, деді Пандюштың бажына ташлы туда берді. Пандюшты тайыңчы арадап келген өрігі қырайдың ұлдарын көрелі, қорқыған бойынша судан чағара жүгірділер. Қарабаш Байсқанлы өккі ұлдарын қорқыйла, таштап кен балықтарын жүнадып алала, оларды ташлы оқтып, төмен қачарға тұрған жолын дозып алдылар. Пандюшты тайыңчы қырдың едегінде тұрған Байсқаның айылын оры жүгірелі, қыр өрі қача берділер. Бұлап алған балықтарын өлежіп алала, ұлчақтар Байсқаның айылына келділер. Бригададан жаңыла келген Байсқаның тайы Самат оттың аяғында отырып алала, күлге көмген картошқоны чегенге қожып тиіп отырды. Олардың тудып екелген балығын көрелі, ол қайқаған бойынша айтты. Батта, бұл олардың тұтқан балығын көрзерді. Қажы, бір екізін берзер олдар, мен бригадаға тияры апарайын. Олчақтар бір балықтан оғы бергілеп тіле диядарда, кенеттен содон аялдың үстігі жанында уылазына қырдан толғанып түшкен таш соғылды. Екінші таш уылаға күч еттері соғыларда Самат айлан шыға қонды. Пандюшты тайыңчыны көрген бойынша ол шеденге булап саған адын меніп, қыр өрі башта қолдарды тударға маңттатты. Олар атту кежінің қачып болбозын білгілейлі, қырды дөмен жүгірділер. Айылдардың ортозыны түшкілеп келерді, Қарабаштың чейрүзі оларды ташла оқтып удыра келді. Тыйыңчы чейрағына салдырып, қорчудан айрылып шығала, төмен айлы жар жүгірді. Пандюш анаң-мұнаң арададып, чатлы арғазы табылбай барарда, соның жанында айы бажы жоқ ұшталып тұрған мұлчаға кире қонды. Пандюш мұнда! Деп ұлчақыр жаңыз үнні ғырдан түжіп келеткен Байсқаның тайына Саматқа қайғырышты. Ақыр, мен ауылға дедерім, деп Самат арбанып, мұлчаға жаба жортып келді. Аттан түжіре секелген бойынша мұлчаның ежігінен кере берді. Те ұшқа чыдажып болбой тұрғызалы ойта шықты. Мұлчаның чықыл, жұмтсағланандың, деп Чохол Байсқаның тайы мұлчаның емдегелі шықпай жатқан Пандюшқа айтты. Мұлчаның ұжы менің құлақ чөйгенімнен татты болбас. Чықыл, ұқтың ба? Деп Пандюштан үнді жоқ. Пандюштың шықпасын білелі, ұлчақтар су екеліп, сұсқыла мұлчаның таш печкезіне ежіктен турала чача берділер.
Мылчаның таш бичкези шышқырап, үзі боозун жайылтып ийди. Те Пандюштың мылчадан чыгар күнү жок. Мылчаның толугунда турган койло кенетин кыйгырып чыкты. Ой улдар, Пандюш тилин бөрүчүлөп тура түтөнүп алала, адушниктен чыгып келедири. Мылчаның ачык көзнөгүнөн падыжып болбой, чыгып келеркен Пандюшты Самат чыгара тартып алала, onun штанын сууруп, чалканчакла чактыртып айтты. Айылдың үстүндө эмди таш толодоруң ба, жок ба? Пандюш чалканчактын ачуусуна чыдажып болбой кайгырды. Мен эмес, тайыңчы толоткон, жок. Толодоруң ба, жок ба? Жок, толотпосун. Же вот, эмди өскө кучун, деп Самат айдала Пандюшту божотуп ийди. Пандюш сүйлгөн боюнча төмөн жүгүрдү. Те сууну кечип эле алала, ончосуна өткөнүп айткалай берди. Ахыр Нади, мен сени адаңа табыштырып берсем, тилиңди кесип алар болорбу? Деп Самат арбанала, адына минип бригада жаар аттана берди. Карабашла койло жаңгылап келерди. Стёпка чиденин үстүндө козук чертип отурду. Жаназы соодону эмеген, айылында чеген быжып жаткан эмтир. Койло Стёпкага жаба чуктап келеле айтты. Сен гороской ул болуп, не жетип жадың ул, а? Бул өйдө айылдын ичинен жаназынын үнү угулду. Степан, бу кайда баадың? Одунду жар, чегенди азар керек. Стёпка козуктун куру каабазын ыраак түкүрүп ийеле, чеденең дүже секирип, койлоло кучундашпай да Карабашка айтты. Биз эртең жаан өзөктөн балыктап барарыз. Карабаштын жүрөги ачый берди. Көп улдар барарыр ба? Барамаш, Кумы, Пестке, Борис, мен. Биз де барарыз. Балыкты силерден көп тударыз, деп койло айтты. Гороской неме болуп мактанба. Стёпка одун жараттан малтазын алала, тыт чуркаларла уурушуп койлого айтты. Максага айдар болсом, о сенин үйлүңдү берер. Максанын адын угала, койло токтой берди. Максаны кем билбес? Школдун балдары Максадан эмнеге коркуганчы. Чананын темир баштуу таягын тудунуп алала, немецтерди биздин улус мынайда сүйрүп жат, деп не айлы сүрүжетен эди. Кышкыда балдар школго келгенде, онун айлынын жаныла өтпөйтүндү. Айла, көрмөстүн айылы өчөшкөнчүлөп, сыраңайла балдардын школго бараттан жолунда туруп жатты. Школго келеткен балдар Максадан коркуп, onun айылынын жанында жоло өтпөй, аклагардын үстүнө келгилейтин. Максанын бир аказы чөрүнөн буу жуктала жанып келген. Экинчи аказы дезе Барнаулда вагон ремонттойтун заводдо иштейле база жанып келген. Максага 3 шалмары келип берген. Эмди бул журттун ичинде Максады жазалуу киши жок. Макса эмди күнүң эле сайын эңирде оюндарга жүрүп жат. Оны Маралчы деп кысла дружить этип туру дешкен. Онузы андый да болбой кайтсын. Маралчыды кыстарла Макса дружить этпенде кемедер? Бу жерде Максады көлсевик жок. Ол күнүң орус териминен почта келип турганын ким билбес. Чохол байскан баштагандар Макса керегинде кучундашып турганчы койло айтты. Максат туку одун жүктөнүп алган киледири. Максанын күчүктерин барып көйрөктөр, деп Чойхол байскан айтты. Ондо 4 күчүк бар. Ол чактар Макса эшке келерде, Макса одунун жаңыз жерге чогула, айылдын жанында саңыз чайнап, амырап жаткан эмтир. Ол чактар жакшылажарда Макса унчукпай, деңери дөөн көрүп алган жатты. Не келдер, обезьянелер, деп учунда Макса олордон сурады. Же Макса, ого жүктен бир агаш одун берсең, деп кенетин Максанын кичүү эжеси айылдын ийжигинен баажын чыгарала жайнады. Күн ашып брат, одаба сенем иштен жанып келер. Курсак эндиге эле азылбаган. Берсең? Попробуй ал көр, деп Макса айтты. Бербезим и всё. Морот, бу Максаң одун бербейт, деп кичүү эжеси айылдын ичинде иштенип жаткан Моротко комундады. Макса бар, одун экелсең, капшай курсак кайнадарга жадыс, деп Морот айылдын ичинен Максаны мекеледи. Бер карындашым, бер. Бербезим деген, и всё, деп Макса томчугула унчукты.
Қанчыян одын екелгенімде енем көрбөнчі, сәрге бербезін деп айтқам, и все. Мақса кәсібік болып іштеген тұрғаннан ұлап, орыс тілге жақшы үйреніп алған. Оның үшін оның айтқан сөздерінде көп солын сөздер бар болған. Ол сөздерді уғарға Қарабаш телбіркеп тұратын. Оның үшін емді мақса бербезін деген и все деп айтарда, оның жүрегі тортлы шимірей берді. Мақса, саңыз берсең? Деп Чохол Байсхан сұрады. Кедері жүр, обезьяна, деп Мақса айтты. Оның маралчы деп қыстың көктөп берген қалтасын Мақса карманнан шығарала бойына таңқы ороды. Қойлы қалтада көктөп салған қызыл букваларды көрген бойынша қапшай қычырып иді. Помни нашу дружбу. Сені қычырдың деп айтқан күйже жоқ, голодранец, деп Мақса айдала, оның пұтарының бажылы қойлының чарбақ ішіне дейіп иді. Де Мақса, одын берсең, деп кичу едезе айылдың ешігіне қатапла жайнай берді. Де Мақса қарызын оғы жандырбай, тан қызының ұжын бұрқырады пиелі, жерге чал қойты жатып қалды. Мақса, күчіктерін көргісің? Деп Чохол Байсхан сұрады. Мақса қарызын бербей, чал қойты бір қанша үйге жадала, оның тура жүгіріп келелі қиғасанып айтты. Но чо вам надо? Деп айдала, амыр бербей тұрған Чохол Байсханның кейіні орты депті. Мақсаның айтқан бұл орыс сөздерінен Қарабаштың жүрегі тортлы қайылып біратқан тұшы болған. Оның үшін Мақсаға тептіріп те алғанын сеспей қалды. Бірлі болғанып кезі өткілдің тұшында ептір. Чохол Байсханның ерді болчойып қалған. Бойы жалмажын сыймап тұрды. Қойлығы дезе Мақсадан база деже берген ұшқош. Ол чиденің ары жанында қалақтап тұрды. Қалталу кіші болып деді ба? Сенің маралчыңа жақшы кіші дружит етпес. Тфу! Төменгі төңді ажыра, қабырдан мөрөжіп кілеткен үйларды көрелі, қочаларын қабырбай, ондып салғанын Қарабаш жаңыл еске алынды. Мақсаны айтқылап тұрған қойлыны тоқтодып, ойдың бозызын чеденге бектеп салала, арқаны өрі қочаларын бедіреп жүгірді. Ертен тұра, қачан Қарабашлы қойлы жаңыртықтың үстінде дөжегеннен тұрғылап келірді. Чай қайнадып отырған енесі тоқыналы үнілі оларға мұнайда айтты. Ол қочаларды тақсқыл меске шығара айдап салала, балықтап та барзар кем жоқ. Қарабаштың сағаназы тұрғызал ойнай берді. Аяз күнде балық мақалула тұдылар болбай. Жайғы кеші балық тебе база, деп қойлы жөмешті. Енесі очоқы азып қойған қолы чөйгөнді қойы көрің өңді чайды мақазырап, таболу собырала оның айтты. Бұ кече содыны емен өрі арқада ет жалаңаш кежі еркектер меніп алған жүрі деп солықтағанчы деткен еді. Сілер шайтандар, ол көғосының ұқты құчаларын мінгілеп тұрған болдыр. Матри ұчқандар. Ұқты құча божазы ұйғардың базы да оғы жетпес. Құчаға мінген бедер, жартын айдар. Айтса, көз бөкчі таңмаң чындап көрмес көрелі, көз баш жоқ келді бе. Қарабашла қойлы қапшайла ажаны паларға меңдеп тұрдылар. Енесінің сұрағына Қарабаш бұлта артып айтты. Содоно емен солуын көрместір көрер болу берген. Боро теңері açılғанын көрген, оның өлген жаламаштың сүйнезін көрген. Оның кейінде торбоқы меніп алған қалапчының сүйнезін көрген. Ұчында құчаға меніп алған көрмес көріп, игінде жет. Ай ескіде көрместі дүймебей база, деп қойлы жөмішті. Енezi чарбақ қардың отқы желдіп отырған қойлығы қылчайып көрелі ұншықпады. Чай қайнай берерді, енezi чайға база бір емеш сүйт қожып, болчоқ тұстарды ағаш чучақтың дүбіне салып, чайды соодыныпла собырады.
Қапшайла балықтап барға енчікпей отырған қарабаш отто турындарды қимықтады пиді. Талханду чайдан тастайғанчы ичкілеп алала, олчақтар қотшаларды мейеске шығара айдап саларға шыға қондылар. Қачан керігіп қалған қотшалар чалынды өлеңді жолдоп, местің маңдайына чақылай берерді. Қарабаш қойлыға айтты. Барып, чоқол пайсқанды айтып ей, балықтап қожо бар арыстыр. Bir қанша үйдің бажында қойлолы штанын кейіндер буышла пулап алған Байсқан қачан оқ теткілеп келді. Байсқан олачы тайының тян кейден торбычқазын салынып алған ептір. Мұнды тян торбычқағы қанша суның балығын бадаттан, деп Қарабаш Байсқаның балық тұтып білбес бойынша дедеген тарлу келгеніне чала қыртыштанып сұрады. Балықтың барамаш тудар, деп Чоқол Байсқан чүмереген қайрат тартынды. Сен база балық тұтып білбезің. Чоқол Байсқаның сөзінің Қарабаштың іші қайнап шықты. Балықты қорылып білбезін ол бой не білер. Де Чоқол Байсқаның оғы деркер ұчыры жоқ. Балық тұтып білбезің деп шоғдып тұрған болса, ол барамашлы ұжы бойы балықтап барар. Барамаш қайнайтса да, оғы емеш дөре нене. Барамаштың адазы 4-2 жылдаңла емдеге тетірі кондиподо служить етіп тят. Айлында қарған енези, баланға емеген, олдары озойло Барамаш, қыстары қымула Анисе артып қалған. Барамаш баштақ, соғышчан үшін олардың айлында олыс тянттайын келішкіліп тұратаны ончо олысқа жарылу болған. Бұла күндерде ол айлының олызы ончозы келішкілейлі, емде қажызыла алдынан азыранып тұрғаны олчарға базат ярт болған. Қачан олчақтар қажаттың бажында тұрған Барамаштың соғудың айлына тұқтағылап келерді. Айлдың ежегінде тышқары одындардың үстінде болдыр тұншықты Степка отырды. Бұ тедіған әме бұжыла бестің Барамажысты балықта параға сөздерге келген, деп қойлы күйінде. Ол неме база балық тұтып білбес. Бестің жердің балығына сенің гараской қармағын жарабас емей, деп Байсқан айтты. Айылдың ішіндегі олыс байла ажанғылап tetқан болбай қайтсын. Аяқтардың қаларағанынла Барамаштың ақазының озойдың ермегі оғылып тұрды. Қарабаш олдарды арттызып салала бойы үйге кірді. Қарабаштың сұраған жақшысына қайра қарузын кемді жандырбады. Қарабаштың жаназы екі соғырғылды қаңзазын мұжылдадып, оттың епші жанында бойына чой бақырасқа чейдем қайнадып отырды. Оның алтығы жанында Қымула Анисе бойларына абырат ириткілеп жатты. Озой солдатский котелоко алмардан алған байок қолырынан отқы қайнадып, ішқа ашып тұрған көзін чудырғыла түйжіп, оттың ердянда делчіп тұрды. Барамаш бойы дезе, оттың үстігі жанында иттің дәрезінің еткен, туылақтың үстінде галифе штанду, өдігі жоқ отырды. Ол кирип келген Қарабашқа бірлі кезе көйге қылчайып көрелі, тізесінде қара жамачылу галифе штанының қарманынан жалбырақ таңқының одығын шығарып, чағазылға орайлы туруннан қамызып алды. Оның меңінде бей, бұжа берген балықтарын шығарып, оттың аяғында жатқан қысқаштың үстіне жергелей салып отырды. Айылдың ішілі жайылып тұрған жит айынша Барамаштың құрсағынан амтанды құрсақ арқадарында жоқ деп білдіреді. Семіз балықтар чоқты отты шырқыражып тұрғанын не айлу дер? Керек тезе Барамашты 3 күнге азыра басқа молжонған жаназы да оның балықтары жар көріп салады. Кем іштебезі, ол іштебез, деп айтқан Озойды ақазы ол жар көріп салды. Соның қорты божозы, жанаңның талқаны татту болар болбай, деп Барамаштың жаназы чейдемін алча аяқа ұрып алалы, шөліреде үтчіп айтты. Барамаш ермек айтпай, тулақтың үстінде қиын жады пиелі, Джонло деген балықты чебер алала, челдей берді. Балықтың амтанды жынна чыдар болбай салала, Озой ақазы учында айтты. Барамаш, қару қарындажым, торт етсіреп тұрғаным қорқуш,
Bir балық төліге берсең, соңызын бригададан сұранып алсам балықтап барарым. Барамаш меңдебей, bir балықты құйрығынан тудала, ұдайғы таштап берелі, айтты. 2 күнге шығара ет бұрыма дейді ош-қош. Қажы, bir аяқ ботқы берсең, төліге. Бербе ақы, бербе, бодонзын, деп қымы оттың жанынан ұншықты. Қарабаш Барамаштың ажанып аларын сақып, чыдашпай тұрды. Барамаш азыйғыла байы бірді табыш етпей, табыланып тұрып, ажанып алала тышқары шықты. Оның шығып келеткенін көрілі, ончолары оны қоршай алып иділер. Барамаш, балықтап барақпа! Барамаш, мені қожа ал! Барамаш оныла қожа балықтап бараға тұрған немелердің бүтіштерін айтықтап көрілі, айтты. Менне қожа бараға тұрған болсар, житкерге 3 қатаптан жудырықтап көрерім. Чыдашқанар қожа барар, чыдашпағандар мында артар. Барамаш анайды айдала, оғы титкезін тұтып беретін күлікті сақып, талтайта тұрып алды. Елдің лаузы титкезін степкі тұрғысты. Барамаш алақаны түкөріп балала, степканың арық күнге сан башқа сарғара күйіп қалған титкезіні тұда берді. Жудырық тиерделі, степка балық салатан сумқазын жерге чықынып, сан башқа үнденіп пейді. 3-ші жудырықтан степканың жодолары чалыжып, бойы жолдың қырына отыра берді. Жарабай таң емттерің, деп Барамаш ол оқ тұқыналы үнілі айтты. Те, емдегем, қапша емеге барар керек. Барамаштың жудырғының алдына титкезін чоқыл байсқан тұрғысты. Бұлтық тағы қызарған чала, Барамаштың чой жудырғын сақып, тізелерін таянып, еңчейіп алған тұрды. Де Барамаш меңдебей тұрған үшін, оның сақыр арғазы тортлы шығып біратты. Баштапқы жудырық тиерді, чоқыл байсқаның штаның пұлтап алған кендір буызы чечіле берді. Барамаш байсқаның штаның өрі тартып, пұлап берелі, 2-ші қатап соқты. 2-ші жудырықтан чоқыл байсқаның оғызынан сан башқа қойы челекей чөйілді. Де ол бар жоқ күчілі чырмайып, табыш шығарбай тұрды. Учы-учында чоқыл байсқаның күнге қарарға күйіп қалған семіз титкезіне қалғанчы 3-ші жудырық келіп түшті. Баба! Деп чоқыл байсқан нені дайдарға тұрала, оның таралжып өлеңге отыра берді. Бұ неме балза жарабайтын енттер, деп Барамаш ачынып ұншықты. Айла, желе деген тар жүктеніп алған, ойатты жоқ. Қойлы арық, шайрақ қабырғаларын қырылайтып қорқойы тұрып еді. Ja bu nemenin soğur da deri жоқ, деп Барамаш көзін көрді. Житкенде чөйе тұт, көрім. Баштапқыла жудырықтан қойлының қиығы қышқызы чөйле берді. Ой, bu paramның жүлге кулы, емезе киші өлтірер, емезе түрмеге кірір. Ой, житкемей, житкемей. Ой, bu жаш баланы қанайып пырадың, Барамаш, деп үйдің жаназының қиғызы оғылды. Қалғаншысында Барамашқа жоқтап, Қарабаш титкезін тұтып берді. Барамаш алақаны түкіріп алала, бір емеш тұрды. Қапшай соқ, деп Қарабаш оны міндетті. Барамаштың баштапқы жудырғынан оның көзі тортылы қараң ойлап берді. Қарабаш жығылбасқа тізелерін 2 қолы бар жоқ күчілі таянып алала, 2-ші жудырықты сақыды. 2-ші жудырықтан Қарабаштың бажы қорқышты тыңайланып, құлағы шыңырай берді. 3-ші жудырық қанайып тигенін ол сеспейді қалды. Оның құлағында жаңысла қойлының Барамашты айтқалаған сөздер ұғылады. Қарабаш бажын жүк қарадан өрі көдірелі, Барамаштың ыржайып, күлімзіреніп тұрғанын көрген бойынша доңғақ үнілі үншіқты. Де, балықта барған белеттен. Мен сілерден немелерлі қожа барбазым, деп Барамаш айдала, айлы жар бұрылып басты. Қарабаштың қаны жүзіне соқты. Ачынғанын бастыра бойы тырлажа берді. Оның 4-5 аттап, қалып барған бойынша айла керіп бұратқан Барамашты титкезінен қап, жерге қайра жыға тартып алды.
өрі тураға албаданып чапқыланып жатқан барамашты қарабаш күн қайрал жоқтың оның төжіне жүзіне лечini жудырықтап қолдарын оның салбай тұрды. Озой айылдан шыға жүгірген бойынша барамаштың төжіне қадалып қалған қарабашты жүклі райдан айырды.